домбырада екінші ішектің пайда болуы. Ертеде Тауқұдірет деген құс болыпты. Оның жалғыз қана қанаты бар екен. Бірі еркегінің оң жағына, бірі ұрғашысының сол жағына бітіпті. Ол кезде Қамбарханның домбырасында жалғыз ғана ішек болыпты. Жалғыз ішекпен көсілтіп күй тарта алмайды. Ал жалғыз қанатты Тауқұдірет қалықтап ұша алмай қорланады. Домбырашы да күйге құмары қанбай қиналып жүреді. Тауқұдірет күндіз-түні Тәңірге мұңын шағып, қос қанат сұрап жалбарынады екен. Бір күні Тәңірі зарлап қиналғанша талпынып, тірлік етіп көріңдер, дейді. Аталық Тауқұдірет пен аналық Тауқұдірет қолдасып ұшқысы келеді. Бірінде оң қанат, екіншісінде сол қанат, екі Тауқұдірет бір-бірімен қолдасып, қатарласып қанат қағады. Сол кезде қалықтап ұша жөнеледі. Қос Тауқұдіреттің қанаттарын жел сүймелдеп, көк жүзінде рақаттана самғайды. Көңілдері шаттанған құстар Тәңірге ризашылығын білдіріпті. Кейін олардың балапандарына Тәңірі қос қанат дарытады. Домбырашы осыны көріп, қос қанат бірігіп еді, ұшты. Домбырада қос ішек болса ше деп, екінші ішекті тағыпты. Қос ішекті домбырадан ғажайып үн шығады. Домбырашы қатты қуанады. Риза болғаны сонша, ең алғашқы күйін Тауқұдіретке арнайды.